Марттың 3 күні осы Нұр Сұлтан қаласының жанұя орталығында бір топ әріптестерімізбен, бір топ депутаттармен көп балалы қарауында мүгедек балалар аналардың атынан келген белсенді азаматтармен кездесуге бардық. Ата-аналар тобы осыған дейін де үлкен мәселелер көтерген, депутаттық корпуспен кездесу талап еткен болатын. Осы кездесуден белсенді аналардың айрықша көтеріп, депутаттық корпусқа жауапкершілік деген сауалы соңғы уақытта дәстүрлі отбасы институтына жасалып жатқан шабуылдар мен отбасы құндылықтары идеологиясына қатысты мәселелер болды. Осы ретте аналар мен балалар құқығын лайықты қорғауға байланысты ұсынымдарында жеткізді. Қазақы дәстүрлі құндылықтарымызға қайшы келетін бір жынысты неке, ашылық жыныстық топ, жыныс ауыстыру деген сияқты қазақ құқығына жат құбылыстарға алаңдаушылығын білдіріп отыр. Аналардың ондай алаңдаушылығы орын деп білеміз. Баршаңызға белгілі, өткенде халықаралық әйелдер күні қарсаңында Алматы қаласында әйелдердің шеруі өтті. Оны ұйымдастырған феминистік ұйымдар, 5 бірдей феминистік ұйым, бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желіде жарыққа шыққан бейнелерді, ақпараттарды қарап отырмыз. Онда ұйымдастырушылардың Алматы қаласы әкімдігіне берген өтінімде көрсетілген мәселелерден басқа да сұрақтардың болғанын көрдік. Бұл шеру бір қараған кезде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы бір безобидный бір акция сияқтарына көрінеді. Әйелдің ары намысы құқы деген ол ел болған соң қол соғылатын жайттар болатын шығар, бірақ қазақ үшін ол қашанда қастерлі ұғым. Дегенмен осындай дұрыс бір аяулы мәселені қалқан еткен шерудің күн тәртібі негізі бағыты мүлде басқа арнаға лағып кетті. Оған бәріңіз куәсіздер. Ондай шерулердің басты мақсаты ешқандай да әйелдің құқығы емес. Дәстүрлі емес некені сырттан бізге таңып атқан, жыныс ауыстыру деген секілді біздің қоғамымыз қабылдай алмай жатқан жат дүниелерге бой үйрету керек болса, оны насихаттау. Ал енді оған біреу қарсы бола қалса, анау фоб, мынау фоб деп, сен әйел құқығына қарсысың ба деп, екі мәселенің құйрығына ұстап әкеп, бір-бірі ми батпақ жасап жүреді. Бұл нәрсені тағына көтерсеңіз, ит қуған тайшада қып, күпігінің бетінде жабыла жөнеді. Бүкіл қоғам боп. Басыңмен қайғы болып кетесің. Оны осы сол белсілерінде сөйлеген сөздерінен біліп отырсыздар. Бүкіл видеолар, көтерген ұрандары әлеуметтік желілерде тынымсыз таралып жүр. Оны біздің балаларымыздың көретін ескерсек, ұлттық тәрбиеге қаншалықты нұқсан келіп жатқанын аңғаруға болады. Кәдімгідей қазақпен бір ерегісетін сияқты көрінеді осы сол шеруде айтқан сөздер. Қазақ айтады, қызға 40 үйден тию десе, ол айтады, жоқ, қызға 40 үйден бостандық дейді. Ұят беттің пердесі десе, қазақ ол айтады, өз ойын айту ұят емес дейді. Менің жатырым, менің ережем дейтін ұран болады екен. Келін құл емес, кстати, келінге әйелге басты құл емес, күң дейтін сөз пайдаланады. Келін құл емес дейтін нәрсені алып шықты. Қай-қайсысын алсаңда кәдімгі ұлттық дүниетаным тамырынан балтамен дәлдеп ұрған сияқты нәрселер. Рухани жаңғыруымыз қайда қалды, ұлттық кодымыз қайда қалды, ұлы даланың жеті қыры дейтін елбасының тарапынан көрсетілген кәдімгі ұлттың еңсесін көтеретін нәрселерге тікелей жасап жатқан нақты бір шабуыл бұл. Адам ұяттың шеңберінен шықпай-ақ құқығын сақтауға болады. Ал ол қозғалыстардың ойынша құқық сақтау дейтін нәрсені өзі ар ұятты сақтамау дегенмен өлшенетін сияқты көрінеді осы. Енді жаңағы менің жатырым деген секілді жайшылықта бір айтуға адам аузы бармайтын нәрсені бар ғой, алаңға алып шығу. Енді келіп парламенттен осыны айтып отырмыз, біз қараңызшы. Олар өзінің дегеніне жетіп жатқан сияқты осы біз сөйлетумен. Осы ретте мұндай дүниетанымызға, болмысқа жат дүниелерді былай қойған кезде шеруде Қазақстанда тыйым салынған елдің іргесін шайқағысы келетін экстремистік ұйымдар бар, көше партиясы деген секілді. Солардың лозунгысын көтерді. Онда айтпай кетуге болмайды. Сондықтан сауал аясында сұрайтынымыз, Алматыдағы шерудің заң талаптарына сай болған-болмағанын, экстремистік топтардың еркін алаңға шығуына қала әкімдігінің жол берген-бермегендігіне сараптама жасауды сұраймыз. Балаларды зиянды ақпараттан қорғау бағытында жыныстық ашылық топтың азғындығы, бір жынысты неке тәрізді құбылыстардан сақтайтын заң нормаларын парламентке енгізуді қарастыруды сұраймын.